жатыр. Сіздер білесіздер, 10 тамыз күні Абай Құнанбайұлының туған күні. Осыған орай биылғы 180 жылдықтың Қостанай облысы біздің облыс әкімінің орынбасары Ринат Закиұлының бастамасымен осы Абай Құнанбайұлының 45 қара сөзіне әр жыл соңына дейін әр аптада біз әр қара сөзіне тоқталып, оның мән жағдайын түп негізін саралап, біздің қоғамға деген және қазіргі заманауи, өздеріңіз сияқты заманауи мемлекет басшыларына деген тәлім-тәрбиелік маңызы зор, сонымен байланыстырып, ұштастырып, соны талқылауға бүгін тырысып көреміз сіздермен бірге. Жалпы менің таңдап алғаным бұл Абайдың 7-ші қара сөзі. Абайдың 7-ші қара сөзі бұл бүгінгі адам жаны неге мұқтаж екен. Және осы 7-ші қара сөздің құпиясына үңілетін боламыз. Енді Абай туралы айтқан кезде өздеріңіз енді кішкентай кездерінен, мектеп табалдырығынан біз бұл ғұламаның өмірбаянын, қай салада еңбек еткенін, қаншалықты біздің өскелең ұрпаққа қалдырған мұрасы ретінде барлық шығармаларымен жетік таныспыз. Дегенмен де мынау көп жылдар өткенмен де біз шамалы білімімізді жаңартуға жазып кеттім. Біздің Абай Ибрагим Құнанбайұлы 1845 жылы дүниеге келген, 1904 жылы дүниеден озған екен. Сонымен неше жыл өмір сүрген екен? 59 жас қана өмір сүрген екен. Біз енді Абай деген кезде көп сөйлейді. Үлкен қарт кісі, сонда қазіргі таңдағы 59-дағы кісіні салыстырсаңыздар, қанша ғана өмірі қысқа болған екен. Солай емес пе? Сондай қысқа 59 жасында қаншама ұрпаққа үлгі болатындай дүние қалдырды. Енді қарасақ, жалпы барлық Абай Құнанбайұлының қара сөздерінің мәселесі адам болуды көздейді екен. Адам болу түп негізі гипотезасы. Енді қараңыздар, осы білесіздер, қара сөзді ол 1890 жылдары жаза бастаған екен. 1890 жылдары бастап 898 жылдарға дейін жазған екен. 8 жыл бойы қара сөз жазған екен. Қара сөз, енді қарап отырсақ, менен санап отырсақ, 45 жасынан бастап қара сөзді жазуға бастаған екен. Енді 45 жас деген бүгінгі таңға салыстырсақ, ол деген жас қой, мысалы, өзіміз де мысалы сол жасқа келіп қалдық. Қара сөз жазатындай, мысалы, оның қаншалықты басынан өткізген қиындық жолдары, қанша мынау ақиқатқа көптеген түйсігінде тұрған сұрақтарға жауап іздеу, өзінің көрген қиындықтарының негізінде тапқан жаңағы әңгімелер екен. Жалпы қараңыздаршы, 45 жасында 45 қара сөз жазу деген мұнда өзінің бір идеологиялық байланысы бар мекен дегенде тағы сұрақ туады. Оны енді мен Абай танушы емеспін, сонымен қатар әдебиетке де мамандығым бойынша жақындығым жоқ. Дегенмен де өзіміз қазақ болып туғаннан кейін көкірегімізде қазақтың поэзиясына, көркем әдебиетіне, сонымен қатар біздің осындай ғұламаларға жанымыз жақын. Оның шығармалары басқа жерлерде, кей жерлерде шырқалып жатқан кезде құлағымыз елене тағатына жүрегіміз, көкірегіміз бір кернеу пайда болады. Сондықтан сіздерге осы қара сөздің мағынасы жалпы бұл бір поэзияның, көркем әдебиеттің поэзиясының түрі екен. Қара сөз деген, ол қара сөз еркін ойды білдіру формасы екен, стиль жөнінде жағынан. Еркін ойды білдіру. Енді қараңыздаршы, қара сөздің 45 қара сөзі бар деп айтты. Осы 45 қара сөздің өзінің жан-жарына бөлінген екен. Шығармашылық еңбек туралы бірінші қара сөзі, халықтарды салыстыру жөнінде екінші қара сөзі, енді ең 7-ші қара сөз біздің ұрпаққа тәрбие беру, білімге ұмтылу, сол түп негізінде жатыр екен. Осыны бүгін біз
сіздердің назарыңызға ұсынып отырмыз. Қаншалықты осы мемлекеттік басқаруға, мемлекеттік қызметке жаңа келген өздеріңізбен осы бастама ретінде жақсы түйін әңгіме өрлеу болады деп ойлаймын. Енді өздеріңіз қараңыздар, дінге де көп көңіл бөлген, адам қасиеті туралы күлкі, педагогтардың және ұстаздық ойлар, қазақ мақалдарына бір бөлек қара сөздер арналған екен. Сонымен қатар тағы да біздің жұмысымызға тікелей байланысты қараңыздар, үшінші қара сөзі бар екен. Қазақ әкімшілікті басқару, билік туралы. Сонымен өздеріңіз болашақта осы жыл соңына дейін болып апта сайын қара сөздер талқылауға осы филиалымыздың, академиямыздың парақшасына тіркеліп, күнделікті апта сайын көрсеңіздер болады. Келесі, енді 7-ші қара сөзінің түп мағынасын ашатын болсақ, оны сіздер бірден естіген шығарсыздар, құлақ қағыс болған шығарсыздар. Абай атамыздың айтуынша, адам анадан туған кезде екі мінезбен туады екен. Біріншісі ол ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады екен. Ал екіншісі ол білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен деп туады екен. Осыны енді қараңыздаршы, мұны ұлы ойшыл 7-ші қара сөзін соқырларға таяқ ұстатқанда етіп талдап берген екен 7-ші қара сөзде. Біз білеміз, бұл екі мінез бір-бірінен ажыратуға болмайтын мінез. Біздің әрқайсымыздың бойымыздағы бар, мінез. Сондықтан біз тек өмір бойы бұны бірдей ұстап жүруімізге талпынуымыз керек екен. Тыңдайық. Басынан аяғына дейін тыңдауға ұсынамын, содан кейін арқатай жалғастырамыз. Бақа қосылысы. Жас бала анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп тұрады. Бұлар тәннің құмары. Бұлар болмаса, тән жанға қонағый бола алмайды, хан өзі өспей, қуат таппайды. Біреуі білсем екен демек. Не көрсе соған талпынып, жалтыр жоқ еткен болса, оған қызығып, аузына салып, дәмін татып қарап тамағына, бетіне басып қарап, сырнай келмей болса, таусына ұмтылып, онан ержетіңкірегенде, ит үрсе де, мал шуласа да, біреу күлсе де, біреу жыласа да, тұра жүгіріп, ол немене? Бұл немене деп? Ол неге өйтіп? Бұл неге өйтіп деп көзі көрген, құлағы естігенін бәрін сұрап, тыныштық көрмейді. Мұның бәрі жан құмары. Білсем екен, көрсем екен, үйренсем екен дегені. Дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түгелдеп, ең болмаса денелеп білмесе, адамдықтың орны болмайды. Оны білмеген соң, ол жан адам жаны болмай, хайуан жаны болады. Әзелде Құдай тағала хайуанның жанынан адамның жанын ірі жаратқан. Сол әсерін көрсетіп жаратқаны, сол қуат жетпеген, ми толмаған ессіз бала күндегі бұл немене? Бұл немене деп бір нәрсені сұрап білсем екен дегенде, ұйқы тамақта есімізден шығып кететұғын құмарымызда. Ержеткен соң ақыл кіргенде орнын тауып ізденіп, кісісін тауып сұранып, ғылым тапқандардың жолына неге салмайды екенбіз? Сол өстетіп, өрісімізді ұзартып, құмарланып жиған қазынамызды көбейтсек керек. Бұл жанның тамағы еді. Тәннен жан артық еді. Тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ, біз олай қыла алмадық. Ұзақтай шулап, қарғадай барқылдап, ауылдағы боқтықтан ұзамадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүрек. Ер жеткен соң, күш енген соң оған билеп беремік. Жанды тәнге бас ұрғыздық. Еш нәрсеге көңілменен қарамадық. Көз
көзбен қарамадық, көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын көремақ тойдақ. Сырын қалай болады деп көңілге салмадық. Оны білмеген кісінің несі кетті дейміз. Біреу айтса, ұқпаймыз. Біреу ақыл айтса, әй шырағым, өз білгенің өзіңе, өз білгенім өзіне. Кісі ақылымен бай болғанша, өз ақылыңмен жарлы бол деген дейміз. Артығын білмейміз, айтып тұрса, ұқпаймыз. Көкіректе сәуле жоқ, көңілде сенім жоқ. Құр көзбен көрген біздің хайуан малдан неміз артық. Қайта бала күнімізде жақсы деміз. Білсек те, білмесек те, білсек екен деген адамның баласы екенбіз. Енді осы күнде хайуаннан да жаманбыз. Хайуан білмейді, білемін деп таласпайды. Ал біз түк білмейміз. Біз де білеміз деп надандығымызда білімділікке білмей таласқанда, өлер тірілерімізді білмей, күре тамырымызда адырайтып кетеміз. Көрдіңіздер ма? Жалпы әр сөзі ой толғандыратын, түйсігімізге ой салады, я. Шынымен де бүгінгі таңда бізде адам тұлғасы тән құмарлық пен жан құмарлықтан тұрады екен. Тән құмарлықсыз, енді Абай атамыздың айтуы бойынша, шынымен де бұлай әртүрлі философиялық, фальсафалық ой бар да. Шынымен де біз Абайдың құмарлық деп тұрғанымыз, ол мысалы осы қара сөзінде толық пікір айта білді. Жалпы тән құмарлығына, тән құмарлықсыз біз дұрыс ұйықтап тұрмасақ, мезгілімен, біз демалмасақ, біздің жан құмарлығымызды біз оны қанағаттандыра алмаймыз. Жалпы дегенмен де әртүрлі ойшыларды саралай келе, бүгінгі таңға келіп қосатын болсақ, бүгінгі заманауи қоғамның дамуына келетін болсақ, өздеріңізге айтып кеттім, дегенмен де тағы да мысал ретінде айтайық. Бізде әлеуметтік экономикалық дамуымызды ары қаратай дамытатын, әрине ол біздің жан құмарлығымыз. Біз деген күннен күнге өзіміздің білімге, ғылымға құштарлығымызды оятып, жаңағы айтып кеттік, инновацияға, өзіміздің жаңағы инициативамызды білдіріп, ары қаратай ғылым, білімге ұмтылып, өзіміздің сол білген, жиған, тергенімізді осы қоғамдық жасап жатқан іскерлігімізге араластыруымыз керек. Енді бүгінгі таңда тағы да жақсы мен жаман бірдей жүреді ғой. Сондықтан қоғамда әлеуметтік экономикалық облыс төңірегінде айтатын болсақ, жандандыратын болсақ, жалпы тән құмарлық бізде мұнда салыстырмалы күйде айтып кеттім. Жан құмарлық бізде тән құмарлық материалдық қоғамды қалыптастырады екен. Ал жанға керек жаңағы білім мен ғылымның арқылы келетін ақыл мен сана, парасат, ой екен. Бұл бізде рухани қоғамды, адамның рухани құндылықтарын, рухани мәдениетті де біз жатқызуға болады. Ал материалдық қоғам, материалданып біткен материалдық мәдениет, бұл қоғамның дамуын белгілі бір кезеңдегі қол жеткен өндіріс құралдарымен басқа да материалдық байланыстардың жиынтығы екен. Ал рухани құндылық адамның қоғамында, мысалы ғалымда, ғылымда, өнерде, мемлекеттік және қоғамдық өмір мен құқықтарды қол жеткен жайларын қамтиды екен. Енді өздеріңіз ой түйетін болсақ, мысалы кез келген материалдық бүгінгі таңда біз көріп отырмыз, көп қоғамның дамуына Абай атамыздың айтып кеткен сауалнамасы қойған, бір тыңдап отырсаңыздар, бір өкініш бар екен, қаншалықты біз хайуаннан айырмашылығымыз бар екен, тек жеген ішкенімізге мәз болсақ, жаңағы материалдық құндылықтарымызды айтып отырып қой, көбейте берсек, кейбір жаңағы біздің
қоғамдағы азаматтардың да жеке тұлғалар ретінде айтатын болсақ, өзіне жиып теріп, ары қаратай ұрпақ ұрын бұтағына дейін жиып теріп, қоғамға жаңағы әлеуметтік экономиканың еліміздің дамуына қосатын үлестері мысалы тар кенші, бізде бар ғой, жадность деп айтамыз ғой, іштарлық, сондай бір тағы да материалдық қоғамды қалыптастыратын осындай бір жағымсыз адам қасиеттерінде бар, қоғамда әсер ететін қасиеттері бар. Енді тағы да екінші жағын алып кететін болсақ, мен мысалы сіздерге мысал келтірейін деп отырмын. Мына бізде енді қоғамдағы алып жатсақ, мысалы кейбір кәсіпкерлерге келтіретін болсақ, кейбір кәсіпкерлер бар бізде мынау елдің дамуына кеңінен үлес қосып отқан. Мысалы өздеріңіздің ауылдарыңызда да бар шығар, ондай күнделікті көріп жүрсіздер. Соған қарағанда біз сол осындай жақсы кісілердің істерін ары қаратай басқа осы қоғамға үлгі ретінде көрсетіп насихаттауымыз керек. Оны айтып кететін болсақ, мына көптеген біздің ауыл аймақтарда істерін дөңгелетіп, әлеуметтік қоғамға өз үлесін қосып жатыр. Мысалы, мектептер салып, үйлер салып, сол ауылда тұратын кісілердің тұрмыс жағдайын дұрыстап, мысалы, оларға жұмыс жағдайын дұрыстап, білімдерін өтетуге, балаларын білімге шетелге жіберіп жатыр. Неліктен біз мынау айтып кеттік қой, тән құмарлықты біз Абай Құнанбаевтың айтуы бойынша, қараңыздаршы, ғылымға тапқандардың жолына салуымыз керек дегенді қалай түсінеміз? Мысалы, жан құмарлық кісілер туған кезде балалар білсе ме, көрсе ме, таныса ме, бұл не екен, ол не екен деген сұрақтарын осы балаларды алып, біз жаңағы оларды уақытылы тауып, оларды ғылымға деген жолға тапқандардың жолына салуымыз керек дегенді қалай түсіндіреміз, қалай білеміз? Осы өскелең ұрпақты тәрбие беру барысында, біз білім беру барысында осы жақсы қоғамдағы бар үлгілерді оларға көрсете білуіміз керек, насихаттай білуіміз керек. Осы тұрғыдан сіздер өздеріңіз бұл жаңа кеңдікті, тереңдікті түсіне білмей, мемлекеттік қызметкер ретінде сіз оны ары қаратай өздеріңізді басып келе жатқан өскелең ұрпаққа оны дәріптей алмайсыздар. Осы жерде осыны дұрыс ұғып алған жөн деп ойлаймын. Енді тағы да бір айтып кететін болсақ, енді мынау ғылым деп айтып жатырмыз ғой, ғылым, білім, санға, ой, рухани жаңағы қоғамда айтып кететін болсақ, енді жан құмарлық ол айтып отырмыз, тән құмарлық ол тіршілік ету үшін керек деді бізге, дұрыс тіршілік. Ал жан құмарлық осы тіршіліктің мән мағынасын түсіну үшін керек деді. Енді мынау Абай атамыздың осы 7-ші қара сөзінде айтып кеткен тағы бір көрінбеген тылсым сырлары дегенді не туралы айтып отыр екен, осы жерде айтып кетсек. Көрінбеген тылсым дүниелер, мысалы, бүгінгі қоғамда сіздер білесіздер, ғылымның жеткен нәтижелері, ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелері көптеген бүгінгі таңда қоғам соған бизнес деп атаймыз, кәсіпкерлік, мемлекеттік қызмет және білім, ғылымды бірден триада ретінде ұштастыру керек. Бүгінгі таңда сол ел басшымыздың айтып отқаны, мемлекет басшымыздың айтып отқаны, жаңа деген біздің облыста да бұл өзінің көрінісін алып отыр. Осы күндері Қостанай облысында осы ғылыми техникалық кеңес құрылғалы жатыр. Бұл ғылыми техникалық кеңестің негізгі мақсаты жаңағы осы қалып кеткен біздің ғылымға деген біздің өндіріс өзімен өзі дамуда, мемлекет қызметкерлері өздерінің іскерлігімен жұмыс жасауда, бірақ ілгері еліміздің дұрыс жаққа дамуына, біз дамыған елдердің, 50 дамыған елдердің қатарында өз-өзімізді көру үшін біз көбінде Европалық елдерге еліктейміз, олардың мәдениетін,
олардың тұрмыс салтын, жаңағы экономикалық тұрғыдан жеткен жетістіктеріне біз көп мән беруіміз керек. Сондықтан ғылыми-техникалық жетістіктерді жету, жаңағы Абайдың аңсаған арманы осы жеткіншектерді, осы жас өскелең өздеріңіз сияқты жастарды жаңағы тепсе темір үзетін, көкіректері ашық, көкіректері ояу, көздері ашық ер азаматтар еліміздің. Жаңағы ханымдар ғылымға деген құлшынысы болсын деп қаншама мемлекетте бағдарламалар қалыптасқан. Қандай деп ойлайсыздар? Қандай мемлекеттік бағдарламаларды білесіздер? Осы ғылым төңірегінде жасалынып жатқан. Болашақ бағдарламасы әбден дұрыс айтылған. Бұл кезінде ең бір тауып жаңағы мемлекет басшыларының бізге ұсынған бағдарламалардың бірі. Көптеген қазақ азаматтары, қазақстандықтар бұл бағдарламаның төңірегінде білімдерін ұштастырып, елге оралып, үлкен компанияларда қызмет етіп жатыр. Дегенмен де осыған қоса біздің әр үкіметте жасалынған министрліктердің тараптарынан ғылыми тұрғыда олардың бюджеттерінде ғылыми-техникалық жетістікке деген бір шығындар қарастырылған. Осы төңірегінде бізде гранттық қаржыландыру, жаңағы бағдарламалық қаржыландыру әр министрлікте бар. Мысалы, енді мен білім министрлігімен, жаңағы ауыл шаруашылығы министрлігімен айтып кететін болсам, қаншама миллиардтаған ақша жыл сайын 3 жылдық бағдарламаларға осы ғылыми жетістіктерді жетілдіру үшін өңірлерде, ол мал шаруашылығы болсын, егін шаруашылығы, өнеркәсіп болсын, өндіріс болсын, тағы басқа салаларда кеңінен жыл сайын ойнатылып, жаңағы біздің ғылыми институттар, жоғары оқу орындардың ғалымдары пайдаланып, жаңағы ғылыми жетістіктерді зерттеу жасап, сол төңірегінде нәтижелер шығарып жатыр. Ол нәтижелердің кейбіреуі өндіріске енгізіліп жатса, шын мәнінде, кейбіреулері сол кітап сөрелерінде жиналып архивтарда жатыр. Осы мәселенің төңірегіне көз жеткізу мақсатында жаңағы Абайдың нұсқаулығы бойынша көрініс тауып отырмыз, сол облысымызда ғылыми-техникалық кеңес құрылғалы отыр. Оның сіздерге ақпарат ретінде беріп жатырмын. Оның атқаратын қызметі неде? Әр сала бойынша, енді сіздер білесіздер, біздің облыстың алған беті, бағыты қандай сала? Қай сала бойынша біз өңірімізді қандай салаға бағытталған деп? Агроөнеркәсіп, өндіріс, индустриалдық өндіріс дамыған область ретінде көремізде, осы төңірегінде жұмыс жасап жатырмыз барлығымыз. Сондықтан осы салалардың негізінде осы ғылыми жетістіктер бизнеске жеткізіліп, мемлекет тарапынан қолдау көріп, сол жобалар іске заманауи, тиімділігі жоғары шешімдер беретін ғылыми жетістіктер осы мемлекеттік тарапынан, біздің басшылық тарапынан шешім тауып отыр. Енді мен ойлаймын, бұл менің ойымша, бұл ғылыми кеңестің осы Абай аңсаған жас өспірімдерімізді, жаңағы өзіміздің жан құмарлы, жаңағы әр қайсымыздың тән құмарлығы емес, жан құмарлығымызды қоректендіру үшін, жаңағы айтып кеткендей, жан тамағы, ғылым, білім қазынасы, фальсафалық ойдың шешімін шешеді деп сенім білдіреміз. Жалпы қара сөздің ескерсек, осы 7-ші қара сөздің түп негізі кеше ғана мемлекет басшымыздың 24-ші жылғы біздің халыққа жолдауында да көрініс көрініп тұр. Қараңыздаршы, 8-ші тармақ бойынша мемлекеттік басқару ісінің тиімділігі барынша арттыру керек деп бізге жолдау тапсырма беріп отыр. Мұның негізінде не жатыр? Бүгінгі таңда өздеріңізге білесіздер, халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын ұсынғалы 5 жыл астам уақыт өтті деп отыр. Осы уақыт ішінде осы мемлекеттік бағдарламаның тиімділігін мемлекет басшысы дөп басып айтып отыр. Оның нәтижелері бар, 10 нәтижелері бар. Ол дегеніміз
пікір білдірудің бірқатар тиімді тетігі және түрлі диалог алаңдары пайда болды. Бүгінгі таңдағы мемлекеттік қызметші осы 5 жылдың ішінде жаңағы қызмет халықтан бас тарту, халықтан қорқу дегенді қазір ұмытып келе жатыр. Біз бір стөлге отырып, жаңағы талқылап, олардың өтініштерін тыңдап, оларға шешім мәселелерін шешіп беру, қызмет көрсетуді жаңағы біз қоғамда бұл үрдістің кеңінен жасалып жатқанына баға бере аламыз, 10 баға бере аламыз. Енді деген Абай Құнанбаевтың айтуы бойынша қараңыздаршы, мемлекеттік қызметшілердің азаматтармен тікелей сөйлесу қалыпты жағдайға айналды. Жаңағы бұл тұжырымдама мемлекеттік қызметшілермен мінез құлқының жаңа моделін қалыптастырды дейді. Сонымен қатар мемлекет осы халық үніне құлақ асатын мемлекет жаңағы тұжырымдамасында мемлекеттік қызметшілердің мінез құлқына жаңа модель дейді. Бұны қалай түсінеміз? Бұл жан құмарлығына, мемлекеттік қызметшілердің рухани байуына, рухани құндылығының оң әсер берді деп отыр. Сол жерде біз тағы да Абайдың қойып отқан, осы сол замандағы қойып отқан мәселесін бүгінгі таңға дейін біз өз көзімізбен көріп, сол шешімдерін шығарып отыр. Сонымен байланыстыра аламыз тікелей. Мінез құлық. Олар жауапкершілікпен проактивті, ашық және тиімді жұмыс істей бастады. Келісеміз ба? Келісеміз ба? Бүгінгі мемлекет қызметкер қаншалықты жауапкершілікпен өзінің ісіне қарайды, берген өсиетін, берген жауапкершілігіне орындап отыр. Проактивті дегенді түсінеміз ғой қалай? Проактивті дегенді қалай түсінеміз? Мемлекеттік қызметші проактивті болу үшін ол не қолданады өзінің жұмысында? Не қолданады? Өткенде айтып кеттік. Инициатива қолданады, инновация қолданады. Өзінің проактивті деген мағына, ол өзінің күнделікті жасап жүрген жұмысын келесі күнде одан да жақсы жұмыс істеуге, өзіне білім құштарлығы, білімнің негізінде, өзінің рухани байы, ішкі моральдық тетігінің негізінде сіздер осы проактивті іскерлікке айналасыз. Ашық және тиімді жұмыс істей бастады. Дегенмен мемлекет пен қоғам арасында диалогтың сапасын одан әрі арттыру үшін бәріміз адал, әрі әділ болуымыз керек. Сонымен қатар тек заң аясында әрекет етуіміз керек. Берген уәдеміз бен ісіміз үшін жауап бере білуіміз керек. Осы мемлекет басшысының осы жолдауында біз Абайдың, ұлы Абайдың жаңағы 7-ші қара сөзінің түп негізінде байқай аламыз. Келесі, тағы бір айт, осы 8-ші тармақта жолдаудың айтып біткендей, қараңыздаршы, мемлекеттік қызметшілердің біліктілігін арттыру мәселесінде мемлекет басшысы көңіл аударып отыр. Өйткені біз рухани баю үшін жан құмарлығымызды жаңағы деген азықтандыру үшін біз міндетті түрде біліктілігімізді арттыруымыз керек. Бүгінгі таңда сіздер де осы академияның қабырғасында біліктілігіңізді арттыру мақсатында жүрсіздер. Сондықтан жаңағы не үшін ол қажет? Үміткерлерді қызметке тағайындаған кезде оның кәсіби және моральдық қасиеттеріне мұқият ескерген жөн деп, ол тағы да акцент жасап отыр. Бұл жерде материалдық құндылықтар туралы ештеңе айтылып жатқан жоқ. Сондықтан болашақта заманауи жаңа формациядағы мемлекеттік қызметкер бүгінгі таңда бізде кәсіби бірінші hard skills'тарды айтамыз. Сосын моральдық өзінің жаңағы түп негізіндегі рухани құндылықтарын ескерген жөн. Сонымен қатар қараңыздаршы, мен сіздерге меритократия қағидаттарынан ешкім бас тартқан жоқ деп отыр. Әлі де біз осыны жұмыс жасаймыз. Бұл не деген мағына? Мен сіздерге аппарат ретінде беріп отыр. Ол меритократия дегеніміз жоғары әрі маңызды лауазымдағы ең ақылды, қабілетті әрі білікті адамдар отыратын жүйе, шыққан жері, тегі мен әлеуметтік статусы маңызды емес екен. Мынау шыққан жері, тегі, әлеуметтік статусы ол қай құндылыққа жатады? Қай құмарлыққа жатады? Тән құмарлығына жатады, дұрыс айтасыз. Ал
бізге Қазақстанда заманауи формациядағы мемлекеттік қызметкерлерге бізге ақылдылық, қабілеттілік, біліктілік, ол деген бізде ғылым, ол жан, жаңағы қажеттіліктеріне жатады екен. Түсінікті ғой? Енді осы біздің абай ойшылымыздың, данамыздың берген жаңа деген өскелең ұрпаққа берген тәлім тәрбиесі өте зор деп айтамыз. Оны жаңа өзінің сол замандағы, одан бергі, одан жаңағы замандастарының айтқан жаңағы сөздеріне келетін болсақ, мысалы Әл-Фарабидің өзі адамға ең бірінші білім емес, тәрбие беру керек. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы, ол келешекте адам өміріне опат әкеледі. Біз бұны қалай түсінеміз? Жаңағы білім беру барысында міндетті түрде біз айтамыз ғой, бүгінгі заманауи қоғамда біз балаларды, өскелең ұрпақты сөзбен тәрбиелеуіміз керек, немен тәрбиелеуіміз керек? Ісімізбен тәрбиелеуіміз керек. Біз оларға тәрбие беруден гөрі өзіміздің ісімізді жөндейтін болсақ, жүретін жолымызды тура қылдыратын болсақ, ол өзімен өзі бізге қарап, өзімен өзі есейіп, сол тәлім тәрбиені бойына сіңіріп, ертең оның жаңағы ой түйсігіндегі қалыптасқанды, ол соны бізге жаңағы болашақта қоғамда іске енгізеді. Сондықтан мына жерде тәрбие беру керек деген кезде тәрбиесіз берілген білім, тәрбиесіз берілген білімді қалай түсінеміз? Қалай тәрбиесіз беріледі білім? Енді бүгінгі қалай ойлайсыздар? Тәрбиесіз берілген білім. Әрине ол адамзаттың қас жауы. Қалай қас жауы болуы мүмкін? Келешекте адам өміріне опат әкеледі. Қандай опат әкелуі мүмкін? Ой жүгіртейік. Қараңыздаршы, бізде бүгінгі қазақстандық отандық білім беру жүйесінде міндетті түрде кез келген жаңағы мектеп алды, мектеп білімі, жаңағы орта білім, жоғары білім кезінде біз міндетті түрде барлық білім бағдарламалары тек қана білім берумен қатар емес, тәрбие жұмыстермен айналысады. Солай ба? Мысалы, әр ұстаз, әр оқытушы өзінің білім бағдарламаларын жасаған кезде, кез келген білім ордасы білім бағдарламаларымен қоса, оған тәрбие маңызы бар іс-шаралармен айналысу керек міндетті түрде. Ол деген біздің отандық, ұлттық идеологиямызды қалыптастыру үшін, болашақта біздің өскелең ұрпақтың дұрыс тәлім тәрбие алуы, жаңағы менталитет деп айтып отырмыз өткенде. Енді қараңыздаршы, біз білім берген кезде көп жаңағы болашақ бағдарламасы болсын, білімді шетелден біз еліктеу арқылы шетелдің білімі, сапалы білім, ол жердегі алған білім, ғылым жетістіктеріміз елге әкеліп, ары қарата осы жердегі бар құндылықтармен ұштастырып, жаңа бір дүние, жаңа бір тылсым дүниеге, Абай Құнанбаевтың айтып отқан тылсым дүние, жақсы дүниелерге әкеп соғуымыз керек. Сонда оны қалай түсінеміз? Мысалы, бүгінгі таңда ғылымның дамуының жетістіктеріне қандай жетістіктерді айта аласыздар? Абайдың айтып отқан жаңағы зерттелмеген жаңа деген дүниенің көрінген һәм көрінбеген сырын түсіну дегенді. Дүниенің көрінбеген сырын түсініңдер деп айтады. Оны қалай түсінесіздер? Мысалы, бүгінгі таңда ғылым мен білімнің жетістіктері өздеріңіз білесіздер. Егер де осыдан бірнеше жыл бұрын біз соғыс деп айтатын болсақ, екі мемлекет бір-бірімен тіл табыспаған екен. Жерге, және тағы басқаға дау туған кезде олар қару-жарақтарын алып шығатын еді. Қару-жарақ дейміз, кәдімгідей оқ, кәдімгідей автомат және тағы басқа. Қазіргі таңда заманның дамуына байланысты біздің соғыстар қалай жүріп жатыр? Қандай мінез алынды? Басқа форматты өткен. Қандай? Ақпараттық соғыс дейтіні, әлеуметтік желілерде соғыс дейтіні.
сосын биологиялық соғыстар, келешекте заманауи соғыстардың биологиялық соғыс деп біз нені айтамыз? Биологиялық соғыс. Вирустар арқылы аурулар. Дұрыс айтады, әбден дұрыс. Осы вирустарды тапқан кімдер? Ғалымдар. Бұл ғылымның жетістігі. Ғылымның жетістігі биологиялық қару-жарақ деген қазір түйсік бар. Сондықтан осы Абайдың айтып отқан дүниені көрінген һәм көрінбеген сырын түсіну. Сонымен қатар біз тек қана осы хайуандар сияқты көзімізбен көргенді ғана әшекейлеп, сонымен ғана өмір сүрмеуіміз керек. Біз деген сол адамның жан құмарлығын ары қарата дамытатын болсақ, біз оның көрінбеген сырларына көз жүгіртуіміз керек. Оның ар жағын ойлап тұрып, ғылым білім арқылы соған қол жеткізуіміз керек. Осыны аңсаған екен ол Абай. Осыған бүгінгі таңда біздің жастар жауап бере ала ма? Бүгінгі жастардың көбі дені орта есеппен алған. Осыны түйсіктеріне сақтай ма деген сұрақ, осындай сұрақпен сіздер осы жерден жауап іздесеңіздер, өздеріңіздің жасап жатқан қызмет барысында соған көңіл бөлсеңіздер, жаңағы бірінші туған балады іше ме екен, жесе ме екен, ұйықтаса ме екен деген ойдан арылып, біздің өзіміздің ой түйсігімізде 50-50 болып жүрсе, осы жан құмарлығы мен тән құмарлығы, онда мен осы қоғамның әлеуметтік экономикалық кез келген жердің әлеуметтік экономикалық еліміздің дамуы, жаңағы біз сонда саналы ұрпақ, сапалы ұрпақ, жаңағы мемлекеттік басшылардың айтып отқан көптеген бағдарламаның түбінде жатқан осы мақсатты біз орындаймыз деп айта аламын. Сонымен енді сұрақтарыңыз болса, қорытындылай келейік. Жаңағы қорытындылап айтып кеттім. Жалпы шынымен де біздің қоғамның дұрыс қалыптасуына, ілгері басуына, жаңағы алға қойып отқан дамыған елу қатары еліне кіру үшін бізге көп нәрсе әлде керек. Дегенмен де біз осы сіздер сияқты жаңа формациядағы жас жігіт қыздармен, мамандармен біз дұрыс балаға, өскелең ұрпаққа білім беру, ілім беру, тәрбиені ұмытпау керек. Жан дүниесі тазарған адам ғана алған білім адамзаттық игілік үшін жаратады. Осы жерде тағы бір уақыт болса, бір 5 минуттан кетейін деген, жаңа жан дүниесі тазарған адамды біз қалай түсінеміз? Жан дүниесі таза адам, немесе тазарған адам. Қалай келеміз біз оған? Қалай ойлайсыздар? Жан дүниесі тазарған адам ғана алған білімін адамзаттың игілігі үшін пайдаланды. Біз осы дүниелердің Абайдың 7-ші қара сөзінде айтып отқан қағидалардың түп негізіне үңілетін болсақ, мысалы, тағы да бір кейс ретінде айтып кетейін, мысалы, жаңағы өзінің ауылын дамытып отқан, қазіргі өзекті мәселе осы ғой біздің қоғамдағы, ауылдың мәселесі, ауыл мәселесі біздің 40% адамдардың шоғырланған жері, ол ауыл мекенде, ауыл елді мекендерде. Осы жердегі жағдайлар жақсармағанша біздің агроөнеркәсіптік кешеніміз дамымайды, азық-түлік қауіпсіздігіміз орнына келмейді, бүгінгі таңда. Сонымен қатар біздің халқымыздың әл-ауқатты әлеуметтік жағдай жақсармайды. Осыны түсіне білген жаңағы сіздер жан дүниесінің тазарған, тазармаған, енді осы мәселе келіп тұр бізге. Мысалы, кез келген кәсіпкер өзінің елді мекенін дамыту үшін тапқан сыйғанын не істеу керек? Осы елді мекеннің дамуына қайтадан үлес қосып жұмсау керек, біз оны айтып кеттік сіздермен. Сонда ғана адамның жан құмарлығы жаңағы білімге, ғылымға, жаңа тылсым дүниелерді білуге, тағы да басқаларды әкелгенде осы ауылдардың дамуына әкеп соғады деп мен оған кәміл сенемін. Мысалы, кез келген тұлға, адам тұлға, жылда тапқан дүниесі жаңа қалтасына жинай берсе, ол оның жан дүниесінің тазарғанын көрсетпейді. Ол жан дүниесінің кемдігін көрсетеді. Жан дүниесі тазарған адам сол жиған, осы халықпен бірге жиған тергенін, осы халықтың игілігіне, осы ауыл елді мекеннің дамуына өскелең болып, өзімнің артынан із қалдырам. Өскелең ұрпаққа ертең менің орныма келген
кісілердің осы ауылды алып қалып ары қарата дамытуына біз мына үрдіс үздіксіз сол жақсы оңды үрдіс үздіксіз болуына біз әрқайсымыз үлес қосуымыз керек. Сонда ғана жаны тазарған кісі ғана ой түйсігі осындай ашып, ары қаратай қызметтің жақсы оңды жасайды ел игілігіне. Ал жан түйсігі дүниесі тар, тән құмарлығы жоғары кісілер, мелоди дейміз ғой. Сол кезде оның пайдасы бүгінгі заманауи мемлекеттік басшылары болсын, қоғам болсын, оған кері әсерін тигізеді деп ойлаймын. Келесі, енді барлық осы презентация төңірегінде, осы дәріс төңірегінде ең түйсік ой, ол шынымен де сол 1845 жылы дүниеге келген Абай, ұлы Абайдың 45 жасында 1890 жылдары жазған қара сөздерінің төңірегінде бүгінгі біз көріп отқан мәселе осы неше жыл өтсе де, ғасыр өтсе де, біз осы кісінің дәріптеген, қойған сұрақтарын, мазалаған ойларына біз әлі күнге шейін тәрбиелік ақыл бере алатындай ұлы кемеңгер екенін, осы заманға дейін ол кісінің қара сөздерінің өзектілігі жоғалмағанын көріп отырмыз. Солай емес пе? Сондықтан осымен дәрісімізді аяқтаймыз. Сіздерге рахмет. Келесі енді сұрақтарыңыз болса, ой қосатын болсаңыздар тыңдайық. Енді әсерлі болды деп ойлаймын. Жалпы бұл жетінші жалпы осы челленджді мен біздің Альфия Мейрамқызынан қабыл алдым. Ол кісіге үлкен рахмет. Қолдауға тырыстым. Дегенмен де енді осы челленджді мен өздеріңіздің әріптестеріңіз, діни істер басқармасының басшысы Қалмақов Ерлан Бұлатұлына табыстағым келеді. Өйткені өздеріңіз білесіздер, бұл кісі осы биыл ғана академияның түлегі, өте сондай әдебиет, көркем әдебиетті, жалпы өнерге жақын кісі. Сондықтан мен Ерлан Бұлатұлына осы челленджді жалғастыруына ұсынамын.